Сәлеметсіңдер ме? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 15-ші сабақ жуан және жіңішке айтылатын сөздермен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Сыйлаймын. Ата менен ананың айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса, қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын. Бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді, мен де бәрін сыйлаймын. Өлеңнің авторы Шәміл Мұхамеджанов. Өлеңдегі қандай бала? Ата-анасын сыйлайтын, айтқан тілін алатын, үлкен кісілерді сыйлайтын, өз төсегін өзі жинап, бекер қарап жүрмейтін және барлық адамды сыйлайтын ақылды бала екен балалар. Енді өзің үлкендерді сыйлайсың ба? Я, үлкендерге қамқор, кішіге ізетті болу керек балалар. Үлкен адамның жолын кеспеу керек екен. Екінші жаттығу: тыйым сөздерді көшіріп жаз. Үлкеннің алдын кеспе. Үлкенмен сөз таластырма. Балалар, үлкен адамның алдын кесуге болмайды. Ол тәрбиесіздіктің, көргенсіздіктің белгісі. Үлкен адамды өткізіп барып, содан кейін өтуіміз керек. Үлкенмен сөз таластырма. Қарт адамдармен, өзіңнен үлкен адамдармен сөз таластыруға болмайды. Тәртіпті, тәрбиелі, ұқыпты оқушы болуымыз керек. Ендеше сөздердегі дауысты дыбыстардың қайсысы жуан, қайсысы жіңішке екенін айтайық. Үлкеннің деген сөзде і, сөздері. Олар жіңішке айтылып тұр. Сондықтан бұлар жіңішке айтылатын сөздер екен. Ал алдын сөзінде дыбыстары қалай айтылып тұр? Дұрыс айтасыңдар, жуан айтылып тұр екен. Ал кеспе сөзінде дыбыстары жіңішке айтылып тұр. Солай келесі екінші сөйлемді де өздерің тауып көріңдер. Үшінші жаттығу: суреттердің атауын сәйкестендір. Аю. Аюды көріп тұрмыз ба? Олай болса, қаламмен сәйкестендіреміз. Тасбақа. Өрмекші. Дұрыс балалар. Енді осы жерден бір сөзді таңдап, сөйлем құрап жазамыз. Өрмекші сөзін таңдадым. Өрмекші, өрмек тоқыды. Сендер де осындай бір сөзді алып, өздерің сөйлем құрап жазыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сабағымыз осымен аяқталды.